Команданың құрылғанына биыл тамыз айында тура 1 жыл болды. Мен оғанға дейін басқа бөліністе қызмет атқарып жүрдім де, осы орталық аппаратқа ауысқаннан кейін Ерболды көрдім. Ербол екеуміз оғанға дейін де таныс болғанбыз. Екеуміз екі команда ойнап жүрдік. Одан кейін ой келді бізге, неге орталық аппараттың командасын шығармасқа деген. 5 жарысқа қатыстық осы 1 жылдың ішінде. Ең бірінші жарысымыз ол қысқы лига болды. Қысқы лигада Лига С турнирін жеңіп алдық. Одан кейін Алматыда ішкі істер министрінің кубогына қатысып, 2-ші орын алдық. Оған да шүкір. Сосын көктемгі жарыста топ жардық. Бапкеріміздің арқасында осындай орысша айтқанда сплоченность дейді, жиналып, бір жұдырықтай болып, жеңіске жеттік деп есептеймін. Біздің командамызда 2 ойыншы бар. Біздің қызметке келмес бұрын профессионалды түрде футболмен айналысқан. Олар жаңағы көліктегі полиция департаментінің қызметкері Ерков Марғұлан. Одан кейін жаңадан қызметке орналасты. Былтырғы жылы Қарабек Асхат деген ол дипломатиялық өкілдіктерді күзету жөніндегі полиция полкінің инспекторы. Өзім Шахтерде ойнағам, Қарағандының Қазақмыс Сатпаевты ойнағам профессиональный футболист болғам. Енді оны бірге ала келе жұмыспен де, спортпен де араласып, енді уақыт табуға тырысамыз екі жақта. Бірақ бүгінгі жеткен жетістігіміз ол тек ішкі істер министрлігінің беделін көтеру. Кез келген спортта жанұя қолдамаса, ол жерде жетістік болмайды деп ойлаймын. Ең біріншісі басты қоятын талабымыз сол тәртіп қой. Тәртіп болған жерде жеңіс бар. Голландияға шақыртуға қазір әлем чемпионаты. Ол ішкі істер органдары, құтқарушылар арасында өтетін 100-ден артық команда қатысатын жарыс болады. Соған бұйыртса дайындалып жатырмыз.